Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әдебиеттік оқу 3-ші сынып 32-ші сабақ. Тақырыбымыз қысқы кеш суреттері. Балалар, каналға лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Қысқы кеш суреттері. Өлеңнің басты сипатын білесің. Көркем сөздерді табасың. Бірінші тапсырма. Жұмбақтардың шешуін тап. Бұл қай жыл мезгіліне қатысты айтылған сөздер? Осы мезгілді сипаттайтын тағы 5 сөз ойластыр. Бірінші. Қыста бар, жазда жоқ. Бұның жауабы қар. Құлағы мен көзі жоқ. Жоқ тіпті қол мен аяғы. Бірақ ғажап өнерпаз, мәнерлеп ою ояды. Бұның жауабы қырау. Көлге жапқан қақпақ, сіресіп тұр қаттақ. Бұның жауабы мұз. Төртінші. Қанаты жоқ, ұшады, аяғы жоқ, желеді, аузы жоқ, ұлиды. Бұл боран. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Қысқы кеш. Қара боран көкті жапты, қарлы құйын қуалай. Кейде ұлыған аң сияқты, кейде жылайды баладай. Төбесінен үйдің тозған, сылдырайды сабаны. Жолаушыдай кешеу қалған, терезені қағады. Біздің лашық тозған баяу, күңгірт әрі көңілсіз. Терезеде кемпірім-ау, неге отырсың түк үнсіз? Әлде боран сыңсу бенен, достым, қажып біттің бе? Әлде ерілген ұршығыңмен бірге қалған кеттің бе? Қалғып кеттің бе? Ән шырқашы тұрған құстай, теңіздің арғы бетінде. Ән шырқашы сұлу қыздай, судан шыққан ертеңгі. Қара боран көкті жапты, қарлы құйып қуалай. Кейде ұлыған аң сияқты, кейде жылайды баладай. Яғни балалар, Александр Пушкин өлеңнің авторы, ал қазақ тіліне аударған Тайыр Жароков. Үшінші тапсырма. Өлеңді қайталап оқып, боранға қатысты сөздерді тап, дауыстап айт. Ақын суреттеген қысқы боран нені елестетеді? Қара боран көкті жапты, қарлы құйын қуалай. Кейде ұлыған аң сияқты, кейде жылайды баладай. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Төртінші тапсырма. Мәтінді сызба бойынша талда. Шығарманың түрі. Авторы аударған. Шығарманың түрі өлең, авторы Александр Сергеевич Пушкин, ал аударған Тайыр Жароков. Негізгі ойы қысқы ауа райы болып тұр, ал шумақ саны 6. Ұйқастың сызбасы сіздерге берілді, балалар. Осылайша төртінші тапсырманы аяқтадық. Ал енді балалар, соңғы тапсырмамыз. Бесінші тапсырма. Қыс мезгілін суреттейтін көркем сөздерден кластер құрастыр. Аппақ қар, оюлы қырау. Жап-жасыл жайнаған шырша. Бораған боран, айбарлы аяз ата. Яғни бұл сөздер қыс мезгілін суреттейтін
көркем сөздердің кластері. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.